Бүгін таңертең ертемен тұрып, алдымен үйдің бәрін жинап алдым. Менің үй жинағаным көпшілік қыздарға өте қызық екен. Сол үшін үнемі осылай түсіруге тырысамын. Менің видеоларым ретке шығып жатса, тек қана қарап отырмай, лайкты аямай басамыз. Осылай үйдің барлығын реттеп, ертең уже бізде демалыс. Демалыстың бір күн алдын үйдің барлығын осылай жинап шығамын. Демалыс күндері тек қана бала-шағама көңіл бөлемін. Ана жол сұрағам ғой, үйде жиын болса, гүлдерімнің барлығы өліп қалады депші. Сөйтсем, тілдің, көздің бәрі осы гүлдерге түседі екен. Негізінде алдында менде гүл өте көп болған, барлығы солып қалып, қалғаны осы болды. Үйді жинап, гүлдерге суымды құйып, ары қарай жұмыстарыма кірістім. Біздегі бірінші жұмыс газдың барлығын жуу болған. Газды мен үнемі кірсабымен жуамын. Сол кезде жылтырап, әдемі болып тұрады. Дәл осы кезде бізде уже 5-тің чайы. 5-тің чайын ішіп алып, ары қарай жұмыстарға кірісу керек. Жұмыс деген өте көп. Мен деген 5-тің чайын ішпесем, басым деген өте қатты ауырады. Чайды ішіп, ары қарай жұмысыма кірістім. Бүгін бізде қамыр ашытамыз. Бұл қамыр бізде нанға, пияз нанға и бауырсаққа. Менің қамырым ары кетсе жарты сағатта ашиды. Қамырды иілеп, ары қарай тамаққа кірістім. Бізде бүгін 2 түрлі тамақ. Біреуі гречка, біреуі горохтан сорпа. Мен деген тамағымды жасап болам дегенше қамырымды ашып қалыпты. Қамырдың барлығын тез дайындап, біраз демалтып қоямын. Ана жолда дәл осылай жасаған болатын, сөйтсем барлығы қамырдың рецептін сұрап жатыр. Жылы су, қаймақ, күнбағыс майы немесе сары май. Айтпақшы, бағана қаттама жасаған болатын, оны видеоға түсіруге үлгермедім. Қаттаманы жасап, холодильникке салған болатынмын. Оны да алып жақсылап тұрып, әдемілеп жайып пісіріп алдым. Бірінші бізде бауырсақ, екіншісінде қаттама, басқасы басқа. Менің наным, қаттамам өте әдемі болып шығады. Міне осындай болып шықты. Ал бізге ас болсын.